Саламатсыздармы, қадірлі оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай, оқушылар? Мен Түркістан облысы Сайрам ауданы номер 4-ші мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің физика пәні мұғалімі Әділшихов Ибрахимших Икрамшихұлы боламын. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы электромагниттік толқындар және электромагниттік толқындар шкаласы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты: механикалық толқындар мен электромагниттік толқындардың ұқсастығы және айырмашылығын салыстыру, электромагниттік толқындар шкаласын сипаттау және әртүрлі диапазондағы толқындардың қолданылуына мысалдар келтіру, шыны призма арқылы өткен жарықтың дисперсиясына сапалы сипаттама беру. Сабақтың мақсаты: электромагниттік толқындарды сипаттайды, әртүрлі диапазондағы электромагниттік толқындар қолданылуына мысалдар келтіреді, электромагниттік сәулелердің адам өміріндегі рөлін, сәулелердің әсерін біледі. Құндылықтарға баулу: бірлік және ынтымақ, жасампаздық және жаңашылдық, білімнің жаратылыстану салаларындағы тәжірибені бақылаудың, жүйелеудің, түсінудің қарапайым дағдыларының, яғни болуы. Құрметті оқушылар, біз сіздермен осы уақытқа дейін толқын туралы үйреніп келдік. Толқын, тербеліс туралы үйреніп келдік. Мысалы, бізде толқындар екі түрге бөлінеді: механикалық толқындар және электромагниттік толқындар. Біз сіздермен өткен тақырыптарда механикалық толқын, олардың түрлерімен танысқан болатынбыз. Ал енді бүгін біз қазір қысқаша толқындық қозғалыс туралы айтып кетеміз. Яғни толқындық қозғалыс дегеніміз не? Тербелістің ортада таралу процесін толқындық қозғалыс деп, ал өзара байланысын яғни өзара байланысып тербелетін материалдық нүктелер жиынтығын толқын деп айтады екенбіз. Тербеліс таралған кезде энергия қоршаған ортаға беріледі. Сондықтан үздіксіз толқын таралу үшін сол серпімді ортада орналасқан тербеліс көзі болу керек. Толқындық қозғалыс кезінде кеңістіктің бір аумағынан екінші аумағына бөлшектер емес, энергия тасымалданады. Егер ортаның бір бөлшегі тербелмелі қозғалыс күйіне келсе, онда дәл осы күйге сол жүйемен байланысқан барлық жүйенің де бөлшектері тербелмелі қозғалысқа келеді. Бірақ уақыт бойынша кешігеді. Джеймс Максвелл 1865 жылы электромагниттік толқындардың бар екенін анықтады, яғни ол дәлелдеді. Электромагниттік толқындар бір-бірімен байланысқан. Айнымалы электр және магнит өрістерінің кезекпен өзгеруі, жиілігіне және толқын ұзынлықтарына байланысты электромагниттік толқындарды мынадай 7 түрге бөліп үйренетін боламыз. Ал біріншісі төменгі жиілікті сәуле шығару. Екіншісі радио толқындар. Үшіншісі инфрақызыл сәуле. Төртіншісі көрінетін сәуле. Бесіншісі ультракүлгін сәуле. Алтыншысы рентген сәулелері және жетіншісі гамма сәуле шығару. Олардың табиғаты бірдей болғанымен, бірақ қасиеттері әртүрлі. Электромагниттік толқын ұзындығы формуласы лямбда тең с көбейтеміз т, немесе лямбда тең с бөлінген ню. Осы формулаларды дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. 1888 жылы неміс ғалымы Генрих Герц электромагниттік толқынның бар екендігін эксперимент жүзінде ашты. 1895 жылы 7 мамырда Попов тұңғыш радио қабылдағышты ойлап тапты. Міне алдыларыңызда көріп тұрған суреттерде радио қабылдағыштың схемасы тұр. Қазіргі замандағы ақпаратты тарату құрылғыларының бірі қазір барлықтарымыздың үйімізде бар, бұл спутникі антенна. Қазіргі уақытта радио байланыс үшін жердің жасанды серіктері кеңінен пайдаланылады. Яғни жердің жасанды серіктері қазір мына суретте көріп отырғандарыңыз. Оқушылар, бізде электр өрісінің сипаттамасы, яғни кернеулік формуласы E тең F бөлінген Q. Яғни бұл жерде E дегеніміз бізде кернеулік, өлшем бірлігі ньютон бөлінген кулон, F дегеніміз күш,
ölçembirligi Newton, Q deganimiz zaryad, ölçembirligi Coulomb. Ya'ni 1 Newtonning 1 Coulombga qatnasi bizde ya'ni kernevlikni beradi. Elektromagnetik o'rs. Elektromagnetik o'rs deganimiz ne misol? Hozir soni aytib o'tayotgan bo'lamiz. Elektr o'rsining kernevlik және magnit o'rsining induksiya vektorlarining terbelis бағыттары толқынның таралу бағытына перпендикуляр. Demek elektromagnetik толқын бұл bizde көлденең толқын. Bizde тест сұрақтарында да келіп қалуы мүмкін. Elektromagnetik толқын қандай толқын? Demek biz егер осы сұрақ тестте келетін болса, көлденең толқын деп айтады екенбіз. Яғни көлденең толқын варианты барын белгілейтін боламыз. Elektromagnetik толқынның таралу жылдамдығы кернеулік және индукция векторлары жататын жазықтықтарға перпендикуляр орналасады. Демек, elektromagnetik толқындағы кернеулік және индукция векторлары бір-біріне және толқынның таралу жылдамдықтарының бағытына перпендикуляр. Егер бұрандасы оң бұрғыны кернеулік векторынан индукция векторына қарай айналдырса, онда бұрғының ілгерілемелі қозғалысы толқын жылдамдығының векторымен дәл келеді. Міне қазір электромагниттік өрістің сызбасын көріп отырсыздар. Электромагниттік толқындарға тәжірибе. Электр өрісін электр заряды бар денелер туғызады. Естеріңізден шығармаңыздар. Тестте осы сұрақ келеді. Электр өрісін электр заряды бар денелер туғызады. Бойымен электр зарядтары өтетін өткізгіштің төңірегінде магнит өрісі пайда болады. Қозғалмайтын зарядтың электр өрісі барлық уақытта да өзгеріссіз қалады. Бір қалыпты қозғалатын зарядтардың, яғни тұрақты электр токтарының төңірегінде пайда болатын магнит өрісі де өзгермейді. Ал егер электр заряды бар бөлшектер тыныштық немесе бір қалыпты қозғалыс қалпынан шығып, айнымалы қозғалыс жасаса, онда қалай, яғни қандай өріс пайда болар еді? Бұл сұрақтың жауабын ағылшынның ұлы ғалымы Максвелл ойлап тапты. Электр зарядтары айнымалы қозғалғанда, яғни кез келген айнымалы токта, электр өрісте, магнит өрісте уақыт өтуіне қарай өзгеріп отырады. Сонымен қатар, бұл өрістер Максвеллдің 1865 жылғы теориялық пайымдауынша өздерін біртұтас электромагниттік өріс тудырын, яғни өріс түрінде көрсетеді. Максвелл 8 жыл бойы тынбай жүргізген физика математикалық талдауларын 1873 жылы қорытындылады. Ол біртұтас электромагниттік өрістің теориясын жасады, және оның бос кеңістікте де толқын түрінде тарай алатынын дәлелдеді. Ал енді оқушылар, Максвеллдің электромагниттік өріс теориясының түйінін мынаған саяды. Өзгеріп отыратын магнит өрісі кеңістікте өзгеріп отыратын электр өрісін туғызады. Яғни, сіздер осы жерін жақсылап көріңіздер. Өзгеріп отыратын магнит өрісі кеңістікте өзгеріп отыратын электр өрісін тудырады. Өзгеріп отыратын электр өрісі кеңістікте өзгеріп отыратын магнит өрісін тудырады. Естеріңізден шықпасын. Осылайша, өзгеріп отыратын электр және магнит өрістері әр уақытта өзара байланыста болады. Сондықтан олардың ажырамас бірлігін электромагниттік өріс дейді. Электромагниттік өрісте көрнекі түрде бейнелеу үшін оны бір жағынан электр өрісінің кернеулік векторы арқылы, екінші жағынан магнит өрісінің индукция векторы арқылы сипаттап кескіндейді. Электромагниттік толқынның пайда болуы туралы Максвеллдің 1865 жылғы айтқан болжамы кейінірек эксперимент жүзінде дәлелденді. 1887-1888 жылдар Генрих Герц жасаған тәжірибелер айнымалы электромагниттік өрістің кеңістікте толқын түрінде тарайтынын көрсетіп берді. Электромагниттік толқындар мен механикалық толқындардың ұқсастықтары мен ерекшеліктері. Осы жерлерін жақсылап тыңдаңыздар. Электромагниттік толқын әртүрлі заттарда да, вакуумда да тарай алады. Демек, электромагниттік толқындар әртүрлі заттарда және вакуумда да тарай алады деп айттық. Бірақ осы жерден бір дегенді мен қосып өтіп кетем. Дыбыс ауада тарайды, бірақ вакуумда тарамайды. Ал электромагниттік толқын
әртүрлі заттар тарайды, бірақ вакуумда тарай алады. Дыбыс тарамайды, бірақ толқын тарайды. Ал механикалық толқындар тек заттардың бөлшектері қатысатын орталарда ғана, яғни қатты денеде, сұйықта және газда тарайды. Механикалық толқында өрістің және векторлары ғана тербеледі. Міне сондықтан электромагниттік тербеліс вакуумда да толқын түрінде тарай алады. Электромагниттік толқындар тек көлденең толқындар болып табылады. Естеріңізден шықпасын. Тағы айтам, электромагниттік толқындар қандай толқын болып есептелінеді деген тестте сұрақ келеді. Сол кезде электромагниттік толқындар тек қана көлденең толқын екенде белгілейсіздер. Яғни электромагниттік толқындар тек қана көлденең толқын болады. Шынында да индукция және кернеулік векторлары бір-біріне перпендикуляр бағытта тербеледі. Ал механикалық толқындар, көлденең толқындар да, бойлық толқындар да бола алады. Естеріңізден шықпасын, механикалық толқындар көлденең және бойлық толқындар бола алады. Максвелл теориялық есептеулері бойынша вакуумдегі электромагниттік толқынның таралу жылдамдығын 3 көбейтеміз 10⁸8 метр секундқа тұрақты шама деп айтқан болатын. Вакуумге қарағанда заттағы электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы аз болады. Механикалық толқындар сияқты электромагниттік толқындар да энергия тасиды. Жер бетіндегі тіршіліктің, органикалық заттардың, ағаштың, көмірдің, мұнайдың, газдың, шымтезектің, тағы сол сияқты басқа пайда болуы күн сәулесімен келетін, яғни электромагниттік толқындармен жететін энергияға тікелей байланысты. Көрдіңіздер ма? Энергиясыз ештеңені біз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Электромагниттік толқындардың диапазондары. Электромагниттік толқындардың диапазондары әртүрлі болады. Мысалы, төменгі жиіліктегі толқындар мен радио толқындардан бастап гамма сәулелерге дейін 10⁻21 герцті, яғни 10⁻21 герц аралықты қамтиды. Жиілік пен ұзындықтарына байланысты әртүрлі электромагниттік толқындарды шартты түрде шығарып алу және тіркеу тәсіліне затпен өзара әсерлесу сипаты бойынша диапазондарға бөледі. Төменгі жиілікте толқындар шығару, радио толқындар, инфрақызыл сәулелер, көрінетін жарық, ультракүлгін сәулелер, рентген сәулелері және гамма сәулелері диапазондарға бөлу қабылданған. Радио толқындар дегеніміз не? Радио толқындар дегеніміз радио байланыста қолданылатын толқын ұзындықтары. Радио толқындар радио байланыста қолданылатын электромагниттік толқындар. Радио толқындар көзі ретінде электромагниттік тербелістер генераторлары пайдаланылады. Адам баласы бүкіл жер жүзінде байланысудың түрлі тәсілдерін ойлап тапты. Тіпті ғарыш кеңістігіндегі кемелермен де байланыс бар. Радио толқындардың таралуы радио және телехабарларда, радио байланыста, радиолокация мен радио навигацияда қолданылатын электромагниттік толқындарды радио толқындар деп атайды екенбіз. Радио толқындарды төменгі көрсетілгендей бірнеше диапазондарға бөлсек болады екен. Міне мына жерде көріп отырсыздар. Бұл жерде толқындардың аталуы және толқындықтардың, яғни толқын ұзындықтарының диапазондары көрсетілген. Толқындардың аталуы: аса ұзын толқын, орташа толқын, қысқа толқын, ультра қысқа толқындар, ультра қысқа толқындардың метрлігі, яғни дециметрлігі, ультра қысқа толқындардың сантиметрлігі, ультра қысқа толқындардың миллиметрлігі барлық осы жерде көрсетіліп қойған. Қарап отырсаңыздар. Ал енді инфрақызыл сәуле дегеніміз не? Инфрақызыл сәуле дегеніміз көрінетін жарықтың қызыл бөлігі. Немесе қысқа толқынды радио сәуленің арасындағы спектр аймағына орналасқан электромагниттік сәуле. Инфрақызыл сәуле қыздыру шамын, газ разрядты шам шығаратын сәулелердің едәуір бөлігін құрайды. Яғни инфрақызыл сәуле толқын ұзындығы 760 нанометрден 2 миллиметрге дейін және немесе 1-2 миллиметрге дейінгі аралықты жататын электромагниттік сәуле. Инфрақызыл сәуле қыздыру шамын, газ разрядты шам шығаратын сәулелердің едәуір бөлігін құрайды. Инфрақызыл сәулелер электромагниттік толқындар шкаласында радио толқындар мен көрінетін жарық арасындағы, яғни бөлікті алып жататын толқындар. Инфрақызыл сәуле, яғни инфрақызыл сәулені 1800 жылы ағылшын ғалымы Кершел
aşkan bolatın. İnfrakızıl səviyyələr, yani tolqun uzunluğuna байланысты 3-ке bölünеді. Жақын, орташа және алыс. Жақын дегенimiz 0,175 пен 1,5 mikrometr aralığınдағы. Ал орташа дегенimiz 1,5 және 5,6 mikrometr aralığınдағы. Ал алыс дегенimiz 5,6 және 100 mikrometr aralığınдағы səviyyələr. Mine көріп отқандарыңыз сол инфрақызыл сәулелерге байланысты суреттер. Ал жарық дегенimiz не? Жарық дегенimiz қуаттың бір түрі. Осының арқасында тірі жаратылыстардың барлық оның ішінде адам баласы да айналасындағы әлемді көре алады. Жарықтың өзі көзге көрінбейді, алайда өзі басқа заттардың барлығына көріну себепші болады. Яғни көрінуіне себепші болады. Ол түзу сызық бойымен қозғалады. Жолында мөлдір емес зат кездеседі. Сол заттың көлеңкесі пайда болады. Көлеңке дегенimiz жарық көзіне қарама-қарсы жақта пайда болатын қараңғы аймақ. Яғни тар мағынада көрінетін сәуле, яғни жиілігі 7,5 көбейтеміз 10^14 немесе 4 көбейтеміз 10^14 герц аралығындағы адам көз қабылдайтын электромагниттік толқын. Ал кең мағынада қабылданатын сәулемен бірге спектрдің ультракүлгін және инфрақызыл аймағындағы сәулелерді де қамтитын оптикалық сәуленің синонимі болып табылады. Ал жарық жылдамдығы дегенimiz не? Жарық жылдамдығы дегенimiz кез келген электромагниттік толқындардың бос кеңістіктегі немесе вакуумдағы таралу жылдамдығы. Іргелі физикалық тұрақтылардың бірі. Жарық жылдамдығының шамасы материалдық дененің массасы мен толық энергияның байланыстырып тұрады. Санақ жүйесі өзгерген кезде координатты жылдамдықты және уақытты түрлендіру жарық жылдамдығы арқылы өрнектеледі. Жарық жылдамдығын алғаш рет 1676 жылы Юпитер серіктерінің тұтылулары арасындағы уақыт аралығының өзгеруі бойынша дат астрономы, естеріңізден шықпасын, дат астрономы Ремер өлшеген болатын. Тестте сұрақ келуі мүмкін. Жарық жылдамдығын алғаш рет кім өлшеді деген сұрақ келуі мүмкін. Демек, жарық жылдамдығын алғаш рет Ремер өлшеген болатын. Яғни ол бірінші бақылау нәтижесінде жарық жылдамдығы 215.000 км/с болды. Кейін бара-бара жарық көзі ретінде лазерлерді пайдаланып жүргізген өлшеулер нәтижесінде жарық жылдамдығын өлшеу дәлдігі жоғары көтерілді. Яғни қазір жарық жылдамдығы 300.000 км/с. Ол ауада немесе вакуумда. Немесе 3 көбейтеміз 10^8 метр/с деп қабылданған болатын. Ультракүлгін сәуле дегенimiz не? Ультракүлгін сәуле дегенimiz жарық сәулелері спектрінің күлгін бөлігіне, яғни күлгін бөлігіне іргелес. Күлгін және радио сәулелер аралығында орналасқан. Толқын ұзындығы 400 бен 10 нанометр аралығындағы сәйкес келетін электромагниттік сәулелер. Көрдіңіздер ма? Инфрақызыл сәуленің анықталғаннан кейін неміс физигі Иоганн Вильгельм Риттер спектрдің қарсысындағы күлгін түстен толқын ұзынды қысқа сәулені зерттеуді бастады. 1801 жылы көрінбейтін, ол жарықты ыдырайтын күміс хлориді күлгін ауданының шекарасынан тыста орналасқан көрінбейтін сәуле әсерінен тезірек ыдырайтынын байқады. Мінекей көріп отқандарыңыз, бұл тәжірибе нәтижесі. Рентген сәулесі. Рентген десек, бұл барлығымызға таныс сөздер. Рентген сәулесі гамма және ультракүлгін сәулелер арасындағы диапазонды қамтитын электромагниттік толқындар. Толқын ұзындығы 2 ангстермен кіші рентген сәулесі шартты түрде қатаң. 2 ангстермен үлкен рентген сәулесі жұмсақ рентген сәулесі деп аталады. Рентген сәулесін 1895 жылы неміс физигі рентген ашқан болатын, яғни Вильгельм Рентген. Ол 1895 жылы, яғни 97 жылдар аралығында рентген сәулесінің қасиеттерін зерттей отырып, алғашқы рентген түтігін жасады. 1912 жылы рентген сәулесінің дифракциясы ашылып, кристалдардың құрылымы периодты болатынын дәлелдеді. 20 ғасырдың 20 жылдары рентгендік спектрлер материалдарға элементтік талдау жасауға, 30 жылдары заттың электрондық энергетик құрылымын зерттеуге қолданыла бастады.
Яғни қысқаша айтқанда рентген сәулелері бұл медицинада қолданылады. Рентген сәулесі түзілу механизміне байланысты үздіксіз және сыздықтық болады. Үздіксіз рентген сәулесі зарядталған шапшаң бөлшектердің, яғни мыс, катодтан ұшып шыққан электрондар нысаны атомдарының сыртқы электрондық қабаттармен әсерлесу нәтижесінде пайда болады. Сыздықтық рентген сәулесі ішкі электрондық қабаттармен әсерлесу нәтижесінде пайда болады. Рентген сәулесінің затпен әсерлесу кезінде рентген сәулесі жұтылады, шашырайды, немесе фотоэффект құбылысы байқалады. Мінекей суретте рентген сәулесінің тәжірибе нәтижесінде алынғанын көрсетіліп қойылған, яғни көрсетіліп тұр. Ал енді соңғысы бізде гамма сәулелері. Гамма сәулелері дегеніміз не? Табиғи және жасанды радиоактивті элементтер ядросынан ұшқындайтын қысқа толқынды электромагнитті сәулелер. Гамма сәулелену өте қысқа толқын ұзындығы. Яғни ол 2 көбейтеміз 10 дәрежесі минус 10-нан аз нәтижесінде айқын корпускулярлық және әлсіз толқынды қасиеттерімен сипатталатын электромагниттік сәулеленудің түрі. Бұл иондаушы сәуле, яғни радиацияға жатады. Затпен өзара әрекеттесу түрлі белгілердегі иондардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Тәжірибе 1900 жылы радиациялық сәулеленуді зерттеуді француз физигі Пол Виллард гамма сәулеленуін анықтады. Радиациялық 226 иондаушы сәулеленудің 3 құрамдасы магниттік өрістегі бөлшектердің ауытқу бағытында бөлінді. Оң зарядталған радиацияны альфа сәулелері, теріс зарядталған радиацияны бета сәулелері деп аталды. Магниттік өрісте деформацияланбаған электрлік бейтарап сәулелену гамма сәулелер деп аталады. 1903 жылдан басында, яғни 1903 жылдың басында Рутherфорд алғаш рет терминологияны қолданды. Яғни 1912 жылы Рутherфорд пен Эдвард, яғни Андрат гамма сәулеленудің электромагниттік сипатын дәлелдеді. Мінекей гамма сәулеленудің сызбасы немесе тәжірибе жүзінде алынған суреті. Электромагниттік толқындардың қасиеттері. Электромагнит толқындардың қасиеттері дегенімізде мысалы, электромагнит толқындардың қасиеттерін толқын ұзындығы 3 см электромагнит толқын шығаратын арнайы генераторды қолданып зерттейді. Аса жоғары жиілікті генератор қоздыратын электромагнит толқын рупор түрінде таратқыш антеннада ос бағытымен шығарылады. Қабылдағыш антеннаның пішімі дәл таратқыш антенна сияқты. Қабылдағыш антеннада кристалдық диод орнатылған. Ал антеннада қозатын жиілігі жоғары айнымалы тогы бар полярлы толықсыма тоққа айналдырады. Яғни ток күшейтілгеннен кейін дыбыс қабылдағышқа немесе галванометрге беріліп тіркеледі. Құрметті оқушылар, электромагнит толқынның кернеулік және векторлық, яғни кернеулік және индукция векторларының бір-біріне және толқынның таралу бағытына перпендикуляр болуы оның көлденең толқын екенін көрсетеді. Таратқыш антеннадан шығатын толқынның электр өрісінің кернеулік векторының тербелістері белгілі бір жазықтықта өтеді. Ал магнит индукциясының векторының тербелістері оған перпендикуляр жазықтықта жатады. Өріс тербелістері бір бағытта өтетін электромагниттік толқындарды поляризацияланған толқын деп атайды. Кеңістікте екі немесе бірнеше таратқыш антеннадан таралған электромагниттік толқындар бір-бірімен қабаттасады. Жиіліктері 1/2 толқын қосылғанда қорытқы толқын амплитудасының арту немесе кему құбылысын толқындардың интерференциясы деп айтады екен. Толқындардың түзу сызықты таралуынан ауытқуын, бөгеттерді орағатып өтуін толқынның дифракциясы деп атайды. Толқынның жолындағы бөгеттерді өлшемдері толқын ұзындығынан кіші немесе онымен шамалас болған жағдайларды толқын дифракциясы деп айтады екенбіз. Құрметті оқушылар, осы тақырыпқа байланысты есептерді барлықтарыңыз өздеріңіз шығаратын боласыздар. Біз бүгін сабақтың мақсатына жеттік деп ойлаймыз. Сабақ барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.